Әже, азық қайдан алынады? Балам, асық деген қойдың асық жілігінен алынады балам. Қойдың асық жілігінен қайнатып қазанға 4 сағат, 3 сағат, 4 сағат қайнатамыз. Асық жілікті ажыратып аламыз. Сосын оның еттерін жайлап пышақпен аламыз. Сосын асық солай алынады балам. Асық жіліктің төменгі жағын шүмек қылып пайдаланамыз. Ойып шүмек жасаймыз. Ол бесікке бөленетін балдардың таза жатуы үшін, таза болу үшін шүмек салынады түбекке. Балаға пайдаланамыз бұны бөпелерге. Сосын қойдың кәрі болады қойда. Кәрі жілік не дейміз? Жанықта қойда кәрі жілік болады. Кәрі жілікті бұны жіп өткізіп, ілдіріп қоямыз. Үйге, төрімізге ілдіріп қоямыз. Ол бәле бәтерден, қауіп қатерден сақтайды. Кәрі жілік дегеніміз бұл кәрі адам есептеледі. Кәрі адамға есептеледі. Үйде кәрі адам бар деп есептеледі. Бұрында бір ертеде аталарымыз қой көп болған. Қой қораның айналасына 7 кәрі жілік іліп қойған. Сонда ол қорасына ұры түспейді екен. Ол керемет неде деп ауылдың адамдары сұраған кезде ол былай жауап берді. Ол кәрі жілік ұрыны қайтарып тұрады. Бәле бәтерден, қауіп қатерден сақтап тұрады депті. Сөйтіп ілдіріп қояды екенбіз, төрімізге ілдіріп қоямыз. Бұлай әшекейлеп, тіл көзден сақтасын, бәле бәтерден, қауіп қатерден сақтасын деп, осылай әшекейлеп үйдің маңдайына босағаға іліп қоямыз балам. Асық жіліктен түйенің мұрнына тағатын бұрындық жасаймыз. Бұны жақсылап жан-жағын қырып, балам қара, жан-жағын қырып, сосын кесеміз. Сөйтіп түйенің мұрнына өткереміз. Сосын түйенің мұрнына өткеріп, жіп байлаймыз. Түйені басқарып отыратын жібі. Осылай жасалған балам. Мынау мінекей қара малдың, үлкен малдың асығы бұл. Бұл сүйектерді балам қайнатып, қазанға қайнатып, бұдан қайнаған кезде сүйектің бетіне май қалқып шығады мінекей балам. Көрдің ба балам? Бұл майды қалқып алып, қайнатып, бұдан сабын жасалған мінекей. Бұл сүйектердің ұнтап, медицинада пайдаланған кальций ретінде. Адамның сүйектері мықты болу үшін кальций ішіп тұру керек. Медицинада сүйекті ұнтап, кальцийге пайдаланған. Үлкен адамдардың тісі түсіп қалады, үлкейгеннен кейін тісі түседі. Тісі болмайды. Сол кезде жасанды тіске пайдаланған. Әжелеріміз, аталарымыз жасанды тіс жасатқан бұл сүйектен. Ертеде бұдан ата-бабаларымыз тарақ жасаған мінекей. Ол дегеніміз шашымызды тараймыз. Ол дегеніміз басымызға пайдалы деген сөз. Шашымызды тараймыз. Сосын балам сүйектен пышақтың саптары жасалған. Ертеде ата-бабаларымыз пышақтың сабын жасаған балам. Сосын өзіміздің ұлттық аспабымыз домбыра бар ғой. Домбыраның перделеріне салғаннан кейін. Перделеріне мынандай безендірген деке қара. Перделеріне мынандай сүйек салған, әшекейлеу үшін. Безендірген домбыраны, ұлттық аспабымызды. Сосын сүйекті, сирақтарды қайнатып, буындардың жұмысын жақсарту үшін тағам жасалған мінекей балам. Бұны күнделікті тағам ретінде пайдаланып жеп тұру керек. Малдың сирағы менен сүйектерді қайнатып жасалған тамақ бұл. Сосын тобық деген болады балам мінекей. Тобық қатысын тиді ма дейді. Ол тобықты істегізуге болмайды балам. Ол тобық жіліктен алынады. Істегізуге болмайды. Бұны ертеде жолға шыққан аталарымыз тілінің астына салып жүрген. Тобық тоқтық тарттырады. Тобықты тілің астына салып жүрсең, тамақ ретінде пайдаланады. Тоқ боласың. Бірақ тіске тигізіп кеміруге болмайды балам. Әже, сізге көп рахмет, біз түсіндік. Асық ойнауға бола ма? Жарайсың балам, түсіндіңдер ме? Әкел қалтаңды, асығын салып берейін. Ойнап қайта қойын балам. Әміржан, қалтаңды әкел балам. Асық салып берейін. Ойнап қайта қойын балдар. Ойнай қойын балдарым, ойнап қайта қойын.